Сәлем, сіздермен Ақнұр Шамбыл. Бүгінгі видеода бауырдан жасалған котлеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен рецептімен бөліспес бұрын, егер сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, дәл қазір тіркелу батырмасын басып, қоңыраушаны басып, жаңадан шыққан видеолармен таныса отырыңыздар. Ендеше біз жұмысымызды бастаймыз. Бізге керегі тазартып жуылып алған бауыр. Оны ұсақтап турап шығамыз, шандырынан ажыратып аламыз. Тазартылған бауырымызды ет тартқыштың көмегімен немесе осындай блендердің көмегімен ұсақтап шығамыз. Ұсақталған бауырымыздың үстіне 20 мл сүт құйып, барлығын езіп шығамыз. Осы аралықта біз бір дана пиязымызды жақсылап турап аламыз да, оны ет тартқыштың көмегімен немесе осындай қол ет тартқышының көмегімен ұсақтап шығамыз. Ұсақтап тартып алғаннан кейін бір дана сәбізімізді де жақсылап турап аламыз да, оны бауырымыздың үстіне қосамыз. Сәбіз бауырға түр түс береді. Татымына қарай 2-3 бас сарымсақты да ұсақтап шығамыз. Мен картоп алдым. Егер де картоп қолданғыларыңыз келмесе, 40 қабатты да алып, осылай ұсақтап шығуларыңызға болады. Бұл біздің котлетімізге түр түс береді. Барлығын ұсақтап алғаннан кейін тартылған бауырымыздың үстіне қосып шығамыз. Татымына қарай тұз қосамыз. Котлетіміз ажырап кетпес үшін бір-бірінен 2-3 қасық ұн, 1 жұмыртқа саламыз. Және де қара бұрышымызды ұмытпаймыз. Барлығын араластырып аламыз. Егер қою болып жатса, сүт қосыңыздар тағы да. Қызып тұрған табамызда бір-бір қасықтан массамызды салып, жұқалап пісіріп шығамыз. Табаңызға көп май құймаңыз. Себебі ол котлеттерімізді үгітіп тастайды. Аз майда екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Әп-әдемі, жылдам дайындалады, және де пайдалы да. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Ақнұр Шамбыл. Егер де осындай жеңіл, экономный заттар жасағыларыңыз келсе, менің каналыма тіркеліңіз.